Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Сәлем достар. Бүгін біз керемет жұмсақ болып пісетін мини лепешкалар пісіретін боламыз. Ол үшін ыдысымызға суымызды, жылы сүтімізді құйып алып, үстіне татымына қарай тұзымызды салып, және шекерімізді салып, әдемі жұмсақ қамырдың основасын дайындайтын боламыз. Бір жұмыртқаны жарып жіберіп, және дрожжымызды салып, сары майымызды салып, әдемі қамыр дайындайтын боламыз. Егер менің осы видеом ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз енді осындай қамырымыздың құрамын салып алғаннан кейін дрожжымызды салып, електен өткізілген ұнымызды салып отырып, әдемі қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды осылай дайындап алғаннан кейін біздің жұмсақ осындай қамырымыз дайын болғаннан кейін жылы жерге көтерілдіруге қоятын боламыз. Біздің қамырымыз дайын, осындай болып әдемі болып көтеріліп шықты. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, нандарымызды осылай әдемілеп, күлшелеп алатын боламыз. Осындай мини лепешкаларымыз біздің осындай дайын болып күлшелеп шықтық. Енді дайындап алғаннан кейін бұны кішкене көтерілдіруге бетін жауып қоя тұратын боламыз. Біз бетін жауып көтерілдіріп алғаннан кейін қайтадан тескіштің көмегімен әдемі өрнегін салып, осындай лепешкаларымыздың бетіне жұмыртқа мен кішкене сүт қосылған жақпамызды жағып, бетін әсемдейтін боламыз. Бетін басып алмай, жаймендеп қана щетканың ұшымен жағып шығатын боламыз. Енді бетіне әсемдік үшін ақ күнжіт, болмаса қара күнжіт, тіпті болмаса мак себулеріңізге де болады әсемдік үшін. Мен ақты да қарада күнжіттен септім араластырып. Біздің лепешкаларымыз дайын, керемет түп-түңгілік болып әдемі болып шықты. Енді пешімізді 180 градусқа қыздырып қойып, дайын тұрған лепешкаларымызды пешімізге салып, әбден қызарғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пешінің қызуы әртүрлі, сондықтан өздеріңіздің пешіне қызуына қарай қойып аласыздар. Біздің мини лепешкаларымыз осындай дайын болып шықты, жұмсақ, әдемі, дәмі керемет. Сіздер де жасап көріңіздер, қонаққа да қоюға болады, болмаса үйде балаларыңызға жасап берулеріңізге болады. Менің арнамда көптеген видео рецепттер бар. Қарап, тіркеліп, сіздер де жасап көрулеріңізге болады. Баршаңызға берекелі ас болсын. Алда көптеген қызықты видеолармен бөлісіп отыратын боламын. Менің каналымнан алыстамаңыздар.